Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге жақсы канал. Әлем жаңалығын тыңдауға шақырамыз. Австралия қалың қардың астында қалды. Елдің жаңа оңтүстік Уэльс штатында жауған ақ ұлпаның биіктігі 40 сантиметрге дейін жеткен. Салдарынан штаттың кейбір аймақтарында 1000 жарымға жуық төтенше оқиға тіркеліп, халық шұғыл әрекет ету қызметтеріне көмек сұрап хабарласқан. Бұл туралы жергілікті Sky News хабарлады. Табиғаттың тосын мінезінен жүздеген көлік жолда қалып, қатты жел ғимараттарды зақымдады. Бірнеше 10 мыңдаған баспана жарықсыз қалды. Сондай-ақ өңірлерде су тасу қаупі туралы жарияланды. Айта кету керек, жаңа оңтүстік Уэльс штаты елдегі ең халқы көп аймақ болып табылады. Мұнда ел бойынша үлкендігі жағынан екінші орында тұрған Сидней қаласы орналасқан. Метеорологтардың айтуынша, мұндай табиғи апат соңғы рет өткен ғасырдың 80-ші жылдары болған. Сізбен бірге болған жақсы канал. Егер күнделікті қызық жаңалық естігіңіз келсе, осы жақсы каналға жазылып, лайк басып отырыңыздар.